Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жануарлардың тура және түрленіп дамуы. Жануарлардың туылғаннан соң немесе жұмыртқадан шыққаннан кейінгі дамуы бұл постэмбрионалдық даму деп аталады. Жануарларда жалпы дамудың екі түрлі жолы болады: тура және түрленіп даму. Тура даму дегеніміз, яғни ешқандай өзгеріссіз даму. Организм ересектеріне ұқсас, тек кішілігімен ғана ерекшеленеді. Мұндай дамудың жолы көбінесе омыртқалы жануарларда дамиды. Олар ересектеріне қараған кезде дене бітімі, жүйке іс-әрекеті, физикалық күшінің аз болуы және кейбір мүшелерінің толық дамымауымен ерекшеленеді. Омыртқасыздардан өрмекшілер, шұбалшаң және сүлік дамиды. Олардың дернәсілдік кезеңі болмайды. Ал түрленіп даму дегеніміз не екендігіне қазір тоқталамыз. Жалпы жәндіктер ұрықтанғаннан кейін жұмыртқаларын салу арқылы көбейеді. Әртүрлі жәндіктердің жұмыртқаларының көлемі, түрі, пішіні әртүрлі болып, олар ерекше болып келеді. Олардың түсі қызыл, жасыл немесе ақ түсті болуы мүмкін. Ал түрленіп дамудың екі түрлі даму сатысы бар, яғни шала түрленіп даму және толық түрленіп даму. Шала түрленіп даму дегеніміз не? Шала түрленіп дамуда жәндіктер метаморфозсыз, яғни ешбір өзгеріссіз дамиды. Олардың үш сатыдан тұрады: жұмыртқа, дернәсіл және ересек жәндік, имага деп аталады. Бұндай шала түрленіп даму сатысы шегіртке, тарақан, инелік және қандалаға тән болып келеді. Келесі слайдта біз мұны шегірткенің шала түрленіп даму сатысын көріп отырмыз. Мұнда бірінші суретпен олардың салынған жұмыртқасы бейнеленген. Екінші және алтыншы суреттерде олардың дернәсілдік кезеңдері көрсетілген. Және ең соңғысы, жетіншісі, бұл ересек жәндік, имага. Бұл шала түрленіп дамудың ерекшелігі, олардың дернәсіл кезеңі мен ересек кезеңі екеуі бір-біріне ұқсас болып келеді. Ересек жәндіктердің қанаттары болады. Дернәсілді кезеңде олар ересек күйінен тек қана көлемінің кішілігімен және жыныстық жағынан толық жетілмеуімен ерекшеленеді. Түрленіп дамудың екінші бөлігі, екінші түрі бұл толық түрленіп даму. Толық түрленіп даму бұл төрт сатыдан тұрады: жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ және ересек жәндік, имагадан тұрады. Дернәсілі ересектерінен немесе имагадан олардың құрылымы және қоректенуі олардың мүлдем бір-біріне ұқсас болмай келеді. Толық түсіну үшін келесі слайдқа көз жүгіртіп қарайық. Бұнда көбелектің толық түрлену даму сатысы көрсетілген. Бірінші суретте олардың салынған жұмыртқасы бейнеленген. Екінші және үшінші суретте, яғни олардың дернәсілді кезеңі. Көбелектің дернәсілі бұл жұлдыз құрт болып табылады, біз білеміз. Төртінші суретте қуыршақ кезеңі, бесінші суретте ересек жәндік бейнеленген. Қуыршақ кезеңі дегеніміз не? Қуыршақ кезеңі дегеніміз, яғни тыныштық кезең. Қуыршақ кезеңінің кезінде олар қоректенбейді, қозғалмайды. Қалың хитин қабатының астында олардың барлық дернәсілдік мүшелері жойылып, олар жаңа ерекше дараға айналады екен. Бұндай көбеюдің түрлері бізде көбелекке, шыбын, ара, қоңыз және құмырсқаға тән көбеюдің белгілері. Балалар, бүгінгі жануарлардың толық және шала түрленіп даму туралы жалпы негізгі мағлұмат осы. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.